Пиндодағы тағы бір обзор. Алдымен өзімізге керек товарға кіреміз. Фотосын көреміз. Фотоның үстінен басып тұрсақ, осындай жазу шығады. Егер біріншісін басатын болсақ, бұл фото галереяға сақталады. Ал екіншісі, осы товардың қанша суреті бар, соның барлығы сақталады. Мысалы, 14 сурет бар екен, сол 14 суреттің барлығы сақталады. Ал үшіншісі, дәл осы товарды басқа магазиндерден іздеу. Басып көретін болсақ, міне басқа магазиндерден осы товарды шығарып берді. Осы жерден өзіңізге тиімдісін таңдайсыз. Және де осы товардың ссылкасын біреуге жіберу үшін мына жоғарыдағы кнопканы басамыз. Көк белгіні басамыз. Ссылка сохранить етілді. Енді WhatsApp-қа кіріп, керек адамға вставить етіп жібере саламыз.